Здравствуйте, ребята! Урок номер 6. Наши любимые питомцы. Біздің сүйікті жануарларымыз. Ты будешь отличать текст повествования от текста описания, различать слова действия прошедшего времени и изменять по числам. Сен әңгімелеу мәтінін сипаттау мәтіннен ажырата аласың, және өткен шақта тұрған іс-қимылды білдіретін сөздерді жекеше көпше түрде өзгерте аласың. Упражнение 1. Прочитай внимательно, мұқият оқы. Петя шел по тропинке, навстречу выбежала большая лохматая собака. Петя испугался и хотел убежать. Вдруг к его ногам прижался маленький котенок и жалобно замяукал. Он просил защиты от собаки. Пете стало стыдно перед котенком. Мальчик поднял его и смело пошел навстречу собаке. Собака испуганно посмотрела на Петю и убежала в кусты. Сухомлинскому. Петя жолда келе жатқанда алдынан үлкен сабалақ ит шықты. Петя қорқып кетіп, бірден қашып кеткісі келді. Бір кезде оның аяғына кішкентай ғана мысық оратылды және аянышты күйде мияулады. Ол Петядан жаңағы иттен қорғауын сұрады. Петя мысықтың алдында ұялып кетті. Петя оны көтеріп алып, итке қарсы жүрді. Батыл түрде жүрді. Ит қорқып Петяға қарап, бұтаның түбіне жүгіріп кетті. Выбери правильный ответ. Кто выбежал навстречу Пете? Котенок, большая лохматая собака, утенок. Дұрыс жауабын таңда. Петяның алдынан кім шықты? Мысық, үлкен сабалақ ит және үйрек. Правильный вариант Б. Большая лохматая собака. Үлкен сабалақ ит. Кто просил у Пети защиты от собаки? Петядан иттен қорғауын кім сұрады? Котенок, утенок, ребенок. Мысық, үйрек және бала. Правильный вариант А. Котенок. Дұрыс жауабы А. Мысық. Как повел себя Петя? Петя өзін қалай ұстады? Поднял котенка, убежал от собаки, смело пошел навстречу. Мысықты көтерді, иттен қашып кетті және батыл түрде итке қарсы жүрді. Правильный вариант смело пошел навстречу. Батыл түрде итке қарсы жүрді. Выбери предложение, которое выражает основную мысль рассказа, и прочитай его еще раз. Мәтіннің ішінен айтылайын деген ойды тауып, сол сөйлемді тағы бір рет оқимыз. Мальчик поднял его и смело пошел навстречу собаке. Это основная мысль рассказа. Бұл сөйлем мәтіндегі айтылайын деген ой. Выпиши несколько слов действия прошедшего времени, назови их числом. Мәтіннен іс-қимылды білдіретін өткен шақта тұрған бірнеше сөзді жазамыз және қай түрде тұрғанын анықтаймыз. Слова действия. Выбежала прошедшее время единственное число. Жүгіріп шықты. Өткен шақ жекеше түрде. Просил прошедшее время единственное число. Сұрады өткен шақ жекеше түрде. Поднял прошедшее время единственное число. Көтерді өткен шақта жекеше түрде тұр. Посмотрела прошедшее время единственное число. Қарады өткен шақта жекеше түрде тұр. Упражнение 2. Запомни, есте сақта. Прочитай несколько слова и сочетание слов. Запомни их написание. Сөздерді бірнеше рет, сөз тіркестерін сөздерді бірнеше рет оқып, қалай жазылу керегін есте сақтаймыз. Шел, пошел, навстречу, вдруг жалобно, испуганно, лохматая собака, к его ногам. Келе жатыр, жүрді, қарсы алдында, аянышты күйде, қорыққан күйде, сабалақ ит, оның аяғына. Спеши. Осы сөздерді көшіріп жазамыз. Перескажи. Түсінгенін айтамыз. Прочитай рассказ еще раз. Задание 1. Продумай содержание своего пересказа по плану. Мәтінді бір рет оқимыз, бірінші тапсырма бойынша. Және де жоспар бойынша түсінігін айтамыз. Первое. Большая собака. Первое желание Пети. Котенок ждет защиты. Петя шагнул навстречу собаке. Үлкен ит. Петяның бірінші тілегі. Мысықтың қорғаныс күтуі. Және де Петяның итке қарсы жүруі. По этому плану нужно рассказать содержание текста.
осы жоспар бойынша мәтіннің мазмұнын айтамыз. Придумай заголовок и запиши план рассказа в тетрадь. Мәтінге ат қойып, осы жоспарды дәптерге жазып аламыз. Попробуй пересказать соседу по парте. Парталас досыңа түсінігін айтып бер. Упражнение 4. Послушай и сравни тексты. Тыңдап, мәтіндерді салыстырамыз. Чем они отличаются? Какому тексту можно поставить вопрос какая, какому кто что делал? Қандай айырмашылығы бар? Қай мәтінге қандай деген сұрақ қоямыз, ал қай мәтінге кім не істеді деген сұрақты қоямыз. Джим — это маленькая собачка, у нее острая мордочка, короткий хвостик, замечательная охотничья собачка. Джим — ол кішкене ғана ит. Үшкір, өткір тұмсығы бар және қысқа құйрығы бар. Ол керемет аңшы ит. Второй текст. На лугу бегали, резвились, паслись, играли жеребята. Ягнята, козлята. Жасыл жайылымда құлыншақтар, қозылар, лақтар ойнады, жүгірді, жайылды. Первому тексту можно поставить вопрос «какая?». Почему? Потому что в тексте описывается признак собаки. Второму тексту поставила вопрос «кто что делали?», потому что в этом тексте рассказывается о действиях животных. Бірінші мәтінге қандай деген сұрақ қоямыз, себебі иттің түр әлпетін суреттеп тұр. Ал екінші текстке кім не істеді деген сұрақ қоямыз. Бұл жерде жануарлардың не істеген туралы айтылып тұр. Запомни, первый текст – это текст описания, в котором описывается предмет, человек, явление природы. В нем много слов, признаков. Какой предмет? Второй текст – это текст повествования, в котором рассказывается о событиях. В нем много слов действия, что делал, что делает, что будет делать. Бірінші мәтін – сипаттау мәтіні. Бұл жерде затты, адамды, яғни табиғат құбылыстарын сипаттайды. Бұл жерде сын сөздер өте көп. Қандай деген сұраққа жауап береді. Екінші мәтін әңгімелеу мәтіні. Бұл жерде болған жайтты әңгімелейді және іс-қимылды білдіретін сөздер өте көп. Не істеді, не қылды, қайтты деген сұраққа жауап беретін сөздер. Упражнение 5. Прочитай текст. Оқимыз. Жил у нас в доме огромный кот Пушок. Целый день он ел и спал, или спал. Во сне лапы раскинет, вытянется, а хвост вниз свесит. Щенок Бобка часто таскал его за хвост. Пока не встанет точка, не ясен смысл речей, не станет эта строчка ни вашей, ничей. Мырзалиев. Біздің үйімізде Пушок атты үлкен мысық өмір сүрді. Ол ұйықтайды, немесе тамақ жейді. Ал ұйықтап жатқанда табандарын жайып, созылып, құйрығын төмен қарай салбыратып ұйықтайды. Ал щенок Бобка деген күшік оны құйрығынан тартып жүреді. Спиши текст, расставь знаки препинания в конце предложения. Мәтінді көшіріп жазамыз, тыныс белгілерін қоямыз. Поставь большую букву там, где это нужно. Қай жерге үлкен әріп керек, сол жерге үлкен әріпті қоямыз. Этот текст является текстом повествования или текстом описания. Докажи. Бұл сипаттау мәтіні ме, әлде әңгімелеу мәтіні ме? Оны дәлелдейміз. Это текст повествования, потому что здесь рассказывается про кота и про его действиях. Бұл әңгімелеу мәтіні, себебі бұл мысық туралы айтылып тұр және оның іс-әрекеті туралы. Если у тебя есть любимый питомец, то сделай его фото и расскажи о нем. Сенің сүйікті үй жануарың болса, оны суретке түсіріп, ол туралы айтып бер. Упражнение 6. Обыграем сценку. Қойылым қоямыз. Привет, Кайрат. Привет, Марат. Это кто с тобой? Это мой верный друг пес Макс. Какой красивый. Тебе его подарили? Нет. Я нашел его щенком на улице. Он был худой, замерзший и голодный. Салем, Кайрат. Салем, Марат. Бұл сенмен жүрген кім? Бұл менің досым Макс деген ит. Ол сондай әдемі, оны саған сыйлады ма? Жоқ. Мен оны тауып алдым көшеден. Ол арық, тоңған және аш болатын. Что ты можешь сказать о Кайрате? Кайрат туралы не айтуға болады? Кайрат добрый,
заботливый мальчик. Қайрат мейірімді, қамқор бала. Потому что он заботился о собаке. Себебі ол итке қамқорлық көрсетті. Каким был пес Макс и каким он стал? Макс деген ит қандай болды және қазір қандай? Он был худым, замерзшим, голодным, а сейчас он красивый. Ол арық, тоңған және аш болатын, ал қазір өте әдемі. Как человек должен относиться к живой природе? Адам тірі табиғатқа қалай қарау керек? Человек должен относиться к природе добротой, заботой. Адам табиғатқа үлкен мейірімділікпен және қамқорлықпен қарау керек. Урок окончен. До свидания.